Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен қазақтың төл мерекесінде дайындалатын наурыз көженің рецептімен бөлісетін боламын. Енді нақты рецепт жоқ, әркім өзі қалай жасайды, солай дайындай береді. Сонда да өзімнің рецептімен бөлісейін деп шештім. Осылай қазы, ет, сүйегімен жақсылап осылай бір қайнатып аламыз. Көбігін алып, ішіне дәндерімізді салатын боламыз. Мен сары жүгеріні салдым. Алдын ала әрине жібітіп аламыз, ыстық су құйып қоямыз үстіне, сонда дәндеріміз жібіп тұрады. Сары жүгері, ақ жүгеріні де салып, осылай етіміз піспей жатып бірден сала береміз. Өйткені бұл дәнді дақылдар да ұзақ пісетін болғандықтан етпен бірдей әдемі болып пісетін болады. Және де осындай машты саламыз. Өз қалауларыңыз бойынша үйде қандай дәнді дақылдарыңыз бар, барлығын сала берсеңіздер болады. Осылай наурыз көжені мен 5-6 сағат қайнаттым. Сонда дәндеріміздің барлығы толығымен пісіп, жұмсақ болады. Осылай бірінші қызыл фасольді жеке қайнатып алдым. Өйткені білесіздер, ол қызыл фасоль сорпаға салғандықтан қып-қызыл болып кетеді. Сондықтан бір қайнатып, суын төгіп тастап, осылай салдым. Сонда сорпамыз қызарып кетпейді. Осылай барлығын салып, асықпай, бетін жауып, баяу отта пісіреміз. Наурыз көже қалай жасалса да өте дәмді болып шығады. Өйткені қыстан аман есен шығып, қазақ халқы осындай сүрленген еттерімен әдемілеп наурыз көже істеп, барлығы жиналып, осындай мереке ретінде атап өтіп, керемет қылып тойлаған. Осылай барлығын асықпай пісіріп болғаннан кейін тағы да бетіндегі артық заттарын сүзіп алдым. Және де үстіне менде бидай қасымдағы магазиндерден табылмағандықтан осындай бидай көжені құям мен қазір. Өйткені арасында бидай жүрген өзімде қаладым. Осымен дәнді дақылдарымыз өте жұмсақ болып пісті. Үстіне айранымызды құйып, өз қалауларыңызша құя бересіздер. Және де мен бидай салмағандықтан ішіне бидай көжені бірден үстіне құя салдым. Осылай барлығын араластырып болғаннан кейін ішіне кеспе көже салуды ұмытып кетіппін. Сонда да осындай ыстық кезінде өте ұсақтап туралған кеспемді салдым. Және де етті 4 бұрыштылап турап, ішіне салып жібердім. Және өз қалауларыңызша осылай кеспен салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады. Мен сонда да наурыз көжеде өзім кішкентай кезімнен ішіп жүрген наурыз көженің ішінен осындай аз-аздан кеспенің бар екені есімде бар. Сондықтан да міндетті түрде салдым. Осымен біздің наурыз көжеміз дайын болды. Өте дәмді, өте керемет, нағыз наурыз көже. Осылай 1 литрлік ыдыстарға құйып, өзімнің клиенттеріме жібердім. Енді дәмі өте ерекше болады. Қыздар, жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басыңыздар.